YouTube'ты енді бастаған кезде біз ең көп назарды авто және қолданыстағы электроникалық техникаларға береміз деген жоспар бар еді. Сол жоспардан біз айныған жоқпыз. Бірнеше корректировкалар болып жатыр, бірақ жалпы автомобиль темасын және техника темасын әлде жалғастыратын боламыз. Өзіміз сағырлаған жігіттер болып жүргеннен кейін әрдайым бір бүйіріміз машиналарға бұрып тұрады. Жалпы мен жеке басым ешқашан тюнинг жасалынған машиналарға мініп көрген емеспін және өзім тюнинг жасап көрген емеспін. Бірақ бүгін бірінші қадамды бастадық. Астанадағы сатылып жатқан бір әдемі тюнинг жасалынған көлікке барып көрдік. Прогрессом прокатился. Да. Вот это турбина, да? Да, их две, вот эти. Вот одна здесь стоит, другая вот здесь стоит. Они внутри? Да. А потом сами видите, на водителя сиденье. Остальные сиденья нормально. Я планировал сиденье брать, но я планировал поставить полуковши туда. Полуковши, дрожжи поставить. Но решил все-таки акцент на квартиру сделать. Это 38, да? 34. 34. 38 это бумер который? Да, семерка это. Да. А 36 это? 36 это третья серия. Третья. Третья, да? BMW третья? Вот диски, которые я на него взял. Они приехали буквально вот. Ага. Приехали буквально сколько? Ну, от силы 3 дня, 4 дня. Вот вчера или позавчера я забирал ее. Багажник открывается с двух видов. Первый открывается сам стекло. А сколько стекло? До конца. Держится, да? Или не держится? Нет, торсионы надо менять. Ну, торсионы найти на него очень тяжело. Есть только в Европе где-нибудь не искать. найти тяжело. Да. Все работает, все стопы, все туманки, подсветка номера, даже брызгалка работает. Вот это. Да, я видел. Она выдвигается. Я сколько турингов смотрел, ни у одного она не работает. Слушай, вот если ее дальше тюнинговать, это что делается? Ты в курсе? Да? Ну, вы спрашиваете, что надо? Получается, турбину побольше можно поставить. Да? Покупаете коллектор, покупаете турбины, покупаете гейт, но удовольствие недорогое. Не дешевое. Точнее, не дешевое. Турбины, ну, в турбины можно Китай ставить. В принципе, все Китай ставят, Power Spirit какие-нибудь. Аналог Гаррета 30-го, 35-го можно ставить. Но на остальных деталях лучше оригинал брать. Коллектора в районе 300 тысяч стоят. 300? Да, хорошие коллектора, не дешевые. Есть китайские по 150, но лучше ставить нормальную, потому что температура там большая. Желательно лучше на таких вещах не жалеть деньги. Араларыңызда кейбіреулеріңіз не болып жатыр деп түсінбей жатқан шығарсыздар. Не машина қарап жатыр, мынау қарапайым BMW ғой бұл деген секілді, немесе қайда басып айдап бара жатыр деген секілді. Жалпы бұның барлығын автоспорт деп атаймыз. Бұл қарапайым BMW емес, BMW-ны жалпы барлығымыз жақсы көреміз, бірақ япониялық Toyotаның моторы салынған, екі турбинасы бар, өте қуатты мотор салынған бір өзі ерекше BMW. Сол BMW-ні біз қызығып алып көріп жатырмыз. Бұдан кейін сіздерге тағы да нақты не істейтінімізді айтып өтіп кетем. Әзірше жалпы күніміз ары қарай қалай өткенін қабыл алыңыздар. Холодный впуск это вот это? Холодный впуск я просто, чтобы нулевик лучше воздух впитал, холодный воздух брал, он брал ее с фар. Вместо фары у меня холодный впуск стоял, открытый. Я его в Алмате лежит,
еще, если она есть, я тоже могу играть. Столько надо знать, разбираться. Да. Все так интересно вообще. Нет, если ты планируешь на машине просто ездить, то если оставишь сток, то ты будешь ездить и ездить на ней. Потому что, ну, машина сама, мотор сам по себе не капризный. Ага. Ездишь и едешь. Меняй там, не знаю. Мы для проекта хотим. На ней, во-первых, задний нас интересует то, что она открывается, чтобы оператор мог снимать. Ага. Мы автообзор будем снимать. Без проблем? Ну вот вам. Да. Начало есть. Это первое. Ну и второе, может быть, ее саму как проект сделать, прокачивать дальше. Да? Ну, Ну, у как меня для- планы были большие, но ипотека Как- больше интересует. честно. Как такой первый обучающий. Ну, я никогда не занимался всем этим. Для обучения машины вы выбрали Хью, я вам скажу. Да? Да. Ну, мы с думали готовым вообще готовым «Жигулей», мотором. С «Жигулей» думали. Ну, я вот, мне что интересно, что с готовым Готовый мотором. мотор ставишь. Понять, чтобы... Я дальше, у меня планы вот этот мотор свапать на другие машины. Без проблем. Допустим, Снимать, там, на ставить. интересное что-то там. Ну, проект дальше Ну, делать, вон, чтобы шоу было, короче. у Вадима то, что едет, Жигули на первом J. Ну, самое Жигули можете засунуть. Да. Только там резать, правда, придется. Да. Почти весь период, ту часть, всю планку резать придется, туннели резать придется. Но ставят I run мотор. through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression is all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money, the pressure be. Все, спокойно. На второй, да? Это свистит турбина, да? Нет, это свистит блок. Блоу. Да. You all on my line about nothing. I want to go get you $1 or something. Don't hang with a nigga who love for nothing. I see that we different, you rising, I double. My don't do discussions on bragging about hundreds. Don't go to your places, I Что, интересно, пацаны? Машины ты не боишься? corporate, so hand me the money, I divvy the pie. I'ma give all of my people a portion to build them a fortune. I'm flipping the ride. I can't be mixy when iffy the vibe. And 40 on 50 is really the time. Why is you all on my phone like you want me? Like you wasn't pushing the kid to the side. I don't know if you bitches are thinking I'm blind. Cross on my crosses and doubt on my eyes. Done with your efforts. Блин, вообще спокойно, да? Здесь температуру показывает, не греется машина? Нет, не греет. Вот это моргало, чуть моргало. Это Сонымен достар, қорытындылай айтып кетейін осы бүгінгі біздің влогты. Жалпы айтқан кезде жаңа проект деп айтуға болатын шығар. Бұл жай ғана проект емес, шыны керек бәріміздің үлкен арманымыз. Осы машинаны алсақ, ары қарай соған тюнинг жасасақ, әдемі көлемді диск салсақ, сыртындағы бояуын басқаға өзгертіп, көз тартарлықтай қылсақ, ішіңгі салонын өзгертсек деген секілді, бірақ соның барлығын қазақ тілінде жүргізіп, қазақ тілді автоспорттың не екенін көріп, соны дамытуға үлес қоссақ деген бір үлкен арманымыз бен ниетіміз. Енді дәл қазір не болып жатыр десеңіздер, ол машина бізге өте қатты ұнады, алу алмауын өте қатты терең ойланып жатырмыз. Ең ықтималдылығы алатын шығармыз, соған бір үлкен спонсор іздеп жатырмыз. Араларыңызда айтпақшыдай, осы машинаны осы балалар алсын деп ойлап спонсор болатындарыңыз болса, бізге жазыңыздар, сіздердің компанияларыңызды жарнамалаймыз барынша осы машинадан шыққан выпусктардың барлығында. Ал жалпы біздің үлкен арманымыз осындай, Құдай қаласа орындалмақ. Бүгін жалпы жұманың аяғына жеттік. Біздің алдымызда тұрған ең үлкен қазіргі міндет ол сол машинаны алуға арналған қаражатты іздеу. Осылай YouTube-ымыз қызықты дамып жатыр. Күнделікті шығып жатқандықтан күнде бір қызық нәрселерді өтіп жатыр басымыздан. Менің ойымша осы 2021 жыл біздің есімізде ең қатты қалатын шығар деп ойлаймын, өйткені бұндай информация, бұндай сандағы оқиғалар біздің басымыздан өткен жоқ. Енді осы машинаны алсақ, Құдай қаласа біздің контентіміз одан да жақсарады деген ойдамыз. Жалпы осы достар, бүгінге осындай қысқаша влог болды. Ертең бізде сенбі, Құдай қаласа тағы да бір қызықты оқиғаларды көрсететін боламыз. Ертең азанда тағы да жолыққанша баршаңызға сау болыңыздар.